Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал Тасболатова. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге менің видеом қызықтырса, онда менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып Global Trend компаниясының нано бальзамдары жайлы сіздерге айтатын боламын. Жалпы қазіргі уақытта дені сау адамды табу қиын, өте. Туылған нәрестеден бастап қартайған қарт кісілерге дейін қазіргі адамдар көп ауру пайда болып кетті. Тіпті қартайған кісілерде пакет ауру десек те болады. Сол себептен көбісі ойлайды, аптекалық дәрілерді алып біз ауруымызды жазамыз деп. Бірақ керісінше аурудың үстіне ауру тауып жатқан адамдарда жетерлік. Сол себептен және де бұл аптекалық дәрілер аурудың негізі түбін емдемейді, тек қана уақытша симптомды ғана басады. Адамға негізінде неге ауру көбейіп кетті? Себебі нашар экология дейміз, зиянды улы заттар, жаңағыдай газдалған ауа, токсиндер, күнделікті химикаттар, ГМО продукты дейміз, продуктының өзін біз тамақтанып жатқан табиғи, олардың бәрі мысалы табиғи азықтарда қалмай жатыр қазіргі уақытта. Бәрі искусственный болып кетті. Сол себептен біздің дұрыс тамақтанбағанымыздан, нашар экологиямыз, уланған газ, ауа, соның бәрін жұтқаннан кейін ағзамыз не істейді? Ағзамыздың бәрі жаңағыдай уланады. Соның нәтижесінде ағза ауру болады. Міне, осы ауруды көп адамдар дәрілермен емдейміз дейді, оны керісінше асқындырып, аурудың үстіне ауру тауып, жаңағыдай емін таппай жүреді. Оның емі негізінде секрет құпия емес. Ол тек қана біздің ағзамызға не керек? Біздің ағзамызға витаминдер, яғни дәрумендер, микро-макро элементтер керек. Міне осыларды біздің ағзамыз алып отырса, онда біз әртүрлі аурудың алдын алады екенбіз. Міне осы бальзамдардың құрамында осы компоненттер бар. Сіздерге қазір сол жайлы толығырақ айтып кететін боламын. Жалпы бұл жаңағыда қазіргі уақытта Қазақстанның ғалымдарының инновациялық дамуының арқасында осы құрамында 189 компоненттен тұратын нано бальзам ойлап шығарды. Оның формуласы сапаны жақсартып, біздің ұзақ өмір сүруімізге яғни мүмкіндік береді. Бұл жаңағыдай Global Trend компаниясы арқылы нарыққа шығарып отыр. Бұл компанияны айта кетсек, бұл 2018 жылдың қаңтар айында шықты, ал официальный старт бұл 11 мамырда ашылды. Яғни компания отандық, өзіміздің Қазақстанда ашылды. Негізін қалаушы Айман Нұрымбетова деген әйел кісі. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бұның MLM индустриясында, яғни біраз жылдық тәжірибесі бар. Бұның ұсынып отырған өнімі де Қазақстанда өндіріліп шығарылады, яғни Spice деген компания өндіріледі. Осы Global Trend компаниясымен 20 жылға келісім-шартқа тұрған, және осы компания арқылы біздің нарыққа шығарып отырады. Бұның ұсынып отырған өнімдері нано бальзам Perfecta Luxe және нано бальзам Vitality Luxe. Бұл ұсынып отырған бұл компания жаңағыдай сұйық күйінде келеді. Және де бұл компанияның тағы да үшінші өнімі бар. Бұл спрей, Pavlum Spring деген спрей. Ортада суретте көріп отырғандарыңыздай. Бұл жаңағыдай осы құрамның, осы Pavlum спрейдің құрамынан осы бальзамдарды ойлап шығарған. Бұның құрамында жаңағы қазір кешірек айтып кетем құрамын. Осы бальзамдар сәл жеңілдетілген түрі, ал Pavlum спрей 10 есе бальзамға қарағанда күші мықтырақ. Бірақ алғашында бальзамнан бастап қолдану керек, кейін ағзаны үйретіп алғаннан кейін барып спрейді қолдануға болады. Ол жағы сіздерге айтып кететін боламын. Енді сіздерге жалпы сұрақтарға жауап, бүгін қандай тақырыпта өрбитін болады, сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Яғни нано бальзам кімге керек, және де ол бізге қалай көмек береді, нано бальзам Perfecta Luxe пен Vitality Luxe'тің ағзаға берер қандай пайдасы бар, және оны қолданған кезде қандай аурулардан арылуға болады. Нано бальзамдардың қандай артықшылықтары бар, және де оның құрамы қандай, және не себепті мен нано бальзамдарды таңдадым, және қалай қолдану керек, және қалай тапсырыс беріп өз өнімдеріңізді алуға болады. Міне осы сұрақтарға сіздерге бүгін жауап беретін боламын. Жалпы нано бальзам сізге қалай көмектеседі? Сол жағын айта кетейін сіздерге. Бұл сіз нано бальзамды іше отырып, ішкі өзіңіздің ағзаңызды
ағзаңыздың жасаруына мүмкіндік бересіз. Яғни ағзаңыздағы клеткаларды азықтандырасыз, ал клетка өзіне керекті қорегін алып отыратын болса, ол жаралы клеткалар қалыпқа келеді, ал сау клеткалардың туылуына мүмкіндік алады. Және клеткаларыңыз сіздің сау болса, ағзаңыз да сау болады. Мысалы, біз тамақтанамыз, қарнымыз тояды, содан кейін жақсы боламыз. Сол сияқты клеткаларға да тамақ керек, оларда азықтану керек. Олардың азығы не? Біріншіден су. Себебі біздің ағзамыз 80% судан тұрады. Бірінші су керек, екіншіден витаминдер, дәрумендер керек. Міне макро-микро элементтер керек. Осыларды клеткаларымыз алып отыратын болса, клеткамыз да біздің сау болады. Ал егер клетка соны алмайтын болса, әрине клеткамыз ашығады, ашыққаннан кейін клеткаларымыз ауру клеткаға айналады. Ал ауру клетка болса, біздің ағзамызда ауру болады. Міне осылай жұмыс жасайды бұл продукты, яғни клеточное питание. Нано бальзамның артықшылығына келетін болсақ, бұның құрамы толықтай табиғи, яғни құрамында 189 табиғи емдік шөптер бар. Осы орталық Азияда кездесетін барлық шөптердің бары бар, осы жерде емдік шөптер. Және де бұның құрамында коэнзим Q10 деген бар, және 88 ксантон бар. Ол не десеңіздер, оны сәл кешірек тоқталып кетемін. Ол неге? Және құрамында 100 мг құтыда ағзаға керекті барлық дәрумендердің, макро-микро элементтердің барлығы бар. Қолдану өте ыңғайлы, және бағасы да өте қолжетімді, және барлық сертификаттары бар. Нано бальзам жалпы кімге керек? Басыңыз ауырып, басыңыз айналса, жұмыс істеу қабілетіңіз төмендесе, әрдайым шаршай беретін болсаңыз, көңіл күйіңіз болмаса, немесе жиі суық тиіп ауырып қала беретін болсаңыз, әртүрлі аурулар бойынша сізді денсаулығыңыз сыр беріп мазаласа, немесе артық салмақтан құтылғыңыз келсе, немесе салмақ жетіспейтін болса, дәрумендердің жетіспеуі, иммунитеттің әлсіреуі, міне осы аталғандардың барлығы, тағы да басқа симптомдардың барлығы сіздің бойыңызда болатын болса, онда сізге міндетті түрде нано бальзам керек. Келесі келетін болсақ, сізге нано бальзам жалпы Perfecta-Lux деген бальзамына тоқтала кетейік. Perfecta-Lux'тың біздің ағзамызға қандай берер пайдасы бар? Ол біздің ағзамызды біріншіден жасартады, яғни омоложение изнутри жүреді. Ағзамызды сергітіп, жақсы бодрствование дейді, жаңағыдай энергия береді бізге. Біздің ішкі құрылысымыз зат алмасу процесін жақсартады, және қуат алмасу процесін жақсартады. Физикалық ақыл-ой белсенділігін арттырады, біздің ойлау қабілетімізді жақсартады. Теріміздің жақсаруын, және шашымыздың қатаюын, тырнақтарымыздың соның бәрін қатаюына жақсы әсерін береді. Және қатты ауырғаннан кейінгі әлсіздікті, ағзаның ерте қартаюын болдырмауына жақсы көмектеседі. Қан айналым жұмысын жақсартады, жүрек қан тамырлар жүйесін, және орталық жүйке жүйе жұмысын, иммундық жүйе, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын қалыпқа келтіреді. Міне бұны профилактика ретінде кішкентай туылған нәрестеден бастап үлкен қарт кісілерге дейін қолдана беруге болады. Яғни бұны ауру адамдарда қолдану керек, тіпті оларға міндетті түрде керек. Ал сау адамдарға әртүрлі аурулардың алдын алу үшін профилактика ретінде ішіп тұрғаны жөн. Нано бальзам екінші өнімі компанияның Нано бальзам Vitality Lux. Сол жайында тоқтала кетсек, бұның қандай ағзаға берер пайдасы бар? Бұл біздердің бездердегі жұмыс жасау қызметімізді реттейді. Қалқанды без, зоб, щитовидная железа деп жатамыз, асқазан асты безіне, жыныстық мүшелер безіне, қант құрамында қант деңгейін реттейді. Қант диабетінің асқынуын алдын алады. Ішкі құрылыс, ішек, бүйрек қызметін реттеуге көмектеседі. Және мидың, көздің, құлақтың қан айналымын жақсартады. Күре тамырлардың қан жүрісін жақсартады. Қанда холестериндерді реттейді. Ойлау қабілетімізді жылдамдатады. Есте сақтауымызды күшейтеді. Нерв жүйелерімізді, яғни жүйке жүйеміздің тынышталуын қадағалайды. Мазасыздықты қойдырады, иммунитетімізді көтереді. Және де вирустық инфекциялық аурулардың тезірек жазылуын жылдамдатады. Зәр шығару, жыныстық мүшелердің ауруларын, асқынғанын басады. Етекірік келу кезінде қолайсыздықтарды реттейді. Жүрек қан тамырларының соғу ауруының соның салдарынан
бетті, қолдың ісінуін қайтарады, тұмау, инфекциялық аурулардың алдын алады. Бүйрек қуық жолдарына құм, тас, өттерді де тазалауға жақсы көмектеседі. Міне осындай өзінің қызметі бар. Жалпы бұның құрамына келетін болсақ, Perfectalux-қа келетін болсақ, бұның құрамында 189 компоненттен тұрады, яғни емдік шөптер. Бұның қызметі, яғни ағзаны қажетті органдарына нано құрамды жеткізуге негізделген, сондықтан ағзаның 90% емделуін күшейтеді және де аурудың қайталау қаупін азайтады екен. Құрамында табиғи ингредиенттер сақталған. Vitality Lux'тың құрамында қазақстандық кешенді өсімдіктерден жасалған антиоксидант бар. Бұның құрамында жаңағыдай емдік ингредиент жиналған бальзамның емдік Pavlov Spring концентраты, жаңа айтып кеткендей, сос концентрат соның несінен жасалған. Яғни құрамында коэнзим Q10 бар, жаңадан сығылған гранат пен мангустин нәрі бар, содан кейін араның аналық сүті бар. 88 ксантон, 250 биологиялық қоспа, яғни барлық макро-микроэлементтер, барлық дәрумендер, А, С, Д, В, Д, Е, қандай ағзада, қандай витаминдер бар, соның барлығы осының құрамында бар. Бұл қалай жұмыс жасайды? Жалпы Perfectalux ол очищение организмі, яғни біздің ішкі құрылысымызды тазалауға арналған. Ал Vitality Lux ол питание, яғни клеточное питание, восстановление организма, омоложение организма. Міне осылай жүреді. Perfectalux біздің ішкі құрылысымыздағы шлак, токсиндерді, жаңағыдай әртүрлі химиялық улы заттардың бәрін шығаруға көмектесетін болса, және де біздің тоқ ішегімізде жылдап жиналған құмалақтар, соның бәрін тазалауға көмектеседі. Яғни трубаны қалай тазалайсыз сумен, сол сияқты ол да сіздің ішкі құрылысын бәрін очищение жасап тазалайды, және асқазан, ішек жолдарыңызды микрофлора ретке келтіріп жүруін жақсы қадағалайды, көмектеседі. Ал Vitality Lux ол клеточное питание, яғни клеткаларыңызды азықтандырады. Міне осыны екеуін сіз қолдана отырып өз ағзаңызды реттеп алуға әбден мүмкін. Келесі Perfectalux пен Vitality Lux'ты қолданған кезде жалпы қандай аурулардан сіз арыла аласыз? Міне осыған тоқтала кетсек, ол бірінші қанның құрамын қалыпқа келтіреді. Және де осылайша бүкіл денені қалыпқа келтіру процесін бастайды. Асқазан, ойық жарасы, бүйректегі және оттегі тастарды ыдыратады. Асқазан, ішек жолдарын қалыпқа келтіреді. Көру, есту сезімін қалыпқа келтіреді. Мидың қызметін қалыпқа келтіреді және есте сақтау қызметін жақсартады. Иммундық жүйені қалыпқа келтіреді. Эндокринді жүйені және де жаңағыдай паразиттерді түсіруге жақсы көмектеседі. Денені қалыпқа келтіреді. Салмақ тастау немесе салмақ қосу, сол сияқты табиғи энергетик бұл, және сізге бұл энергия күш қуат береді. Мысалы, күні бойына сіз өзіңізді сергек сезініп жүресіз. Мысалы, одан кейін көңіл күйіңіз жақсарады ең бастысы. Мысалы, алдында мен өзім хронический усталость менде шаршау болатын, және де мен көп ашуланшақ едім. Сосын көп уайымшыл едім да. Мысалы, соның бәрі менде осы ішкеннен кейін басылды. Көңіл күйім жақсарып, маған күні бойына сергектік беріп, жұмысқа деген құлшынысым артты. Міне осы жағы өте керемет. Біз отбасымызбен ішіп, қолданып өз нәтижемізді алдық десек те болады. Мінекей, тағы да ары қарай мысалы аденома, простатит, бедеулік, анемия, псориаз, экзема, витилиго, остеохондроз, артроз, кеш сөйлеу, қант диабеті, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, эрозия, киста, миома, мастопатия, тіпті онкологиялық ауруларға дейін бұл көмектеседі. Міне сіз осы аурулардан айығуыңызға болады. Біршама уақыт ішкеннен кейін бұны өзіңіз ауруларды бірте-бірте жойылғанын байқайсыз. Жалпы не себепті мен бұл отандық өнімді таңдадым? Нано бальзамдар таңдадым. Біріншіден, бұл отандық өнім болғандықтан таңдадым, өзіміздің отандық өнімді қолдау мақсатында. Екіншіден, бағасы да өте қолжетімді. Басқа компанияға қарағанда
әлде қайда бағасы арзан түседі. Яғни сіз жаңағыдай бэк-офиске, доставкаға артық ақша төлемейсіз. Жеткізілу уақытысы да тез, 3-5 күннің аралығында үйіңізге жеткізіледі. Организмге ешқандай кері әсері жоқ, керісінше пайдасы өте көп. Қолдану кезінде қауіпсіз және ыңғайлы. Нәтижесі де көп күттірмейді. Халал сертификаттары бар және де көптеген адамдардың әртүрлі аурулардан нәтижелері де бар. Өнімді ұсынып, сіз тіпті табыс та таба аласыз. Мысалы, сіз бір дәріні ішіп көрдіңіз, аптекадан ауырып басыңыз қойды деген сияқты да, басқа біреуге де айтасыз, осы дәріні алған ем қойды деп. Ал сізге аптека сол үшін ақша төлемейді, дұрыс па? Ал сіз бұл компанияның нано-бальзамды өзіңіз қолданып, ішіп, өзіңіздің әсеріңізді алдыңыз, өз нәтижеңізді көрдіңіз және басқа адамдарға ұсынып, сіз бұдан табысыңызды таба аласыз. Тағы да бір айта кететін жайт, сіздерге жаңа ұмытып кетіппін, айтам деп, коэнзим Q10 бұның құрамында бар дедім, және 88 ксантон бар дедім. Ол не? Коэнзим Q10 дегеніміз, ол біздің мына ағзамызда 30 жасқа дейін бөлінеді екен, өзіңіздің бүйрегімізде, печень дейді ғой, бауырымызда бөлінеді. 30 жасқа дейін ағзада ол не береді бізге? Ол біздің қан тамырларымызды кеңейтеді, қан тамырларымыздың қан айналымын жақсартуына, және де бляшка дейді ғой, соның бәрі жиналып қалуына жаңағыдай тез айдап отырады, яғни жиналмауына мүмкіндік береді. Және ол бізге күш-қуат береді, энергия береді. 30 жасқа дейінгі адамдарда мысалы онша аурудан проблема бола бермейді, және де энергия күш-қуаты болады. 30 жастан кейін бірте-бірте адам күш-қуаты кете бастайды, шаршай бастайды, және де әртүрлі аурулар. 40-тан кейін мысалы жаңағыдай инфаркт, инсульт деген аурулар пайда болып жатады адамдарда. Неге? Себебі коэнзим Q10 убихинон дейміз, соның бөлінуі тоқтайды ағзада, және не істейді? Бізде жылдап жеп жатқан мысалы холестерин, әртүрлі майлы заттар, улы нәрселер, бляшкалар, соның бәрі мына қан тамырларда тұрып қала береді. И содан не болады? Нәтижесінде толғаннан кейін ол жүректе болса инфаркт болады, мида болса инсульт алады екен адамдар. Мінекей. Ал біздегі мына аптекалық дәрілерді, мысалы давление дейміз, біз уақытша ғана көмектеседі дейміз, мысалы дәрілерді алдыңыз, іштіңіз, давление дәрісін, уақытша қан тамырларды кеңейтті, қан айналымын жақсарды, давлениеңіз түсті, нормальный болды. Дәрінің күші кетті, қайтадан сол ауруыңыз қайтып келді. Қан диабетіне де солай да, өмір бақи дәрі ішіп жүру керек. То есть дәрі ішпесеңіз, сіз ол ауру жаңағыдай асқынып кетеді. Сол себептен, ал бұл жерде, то есть аурудың түбін емдемей, тек уақытша симптомды басады. Ал мына нано-бальзамдар именно сол симптом емес, тек аурудың түбі не себептен ол сондай болып жатыр, соның түбін шешуге негізделген. Міне, сол себептен осының эффектісі өте күшті. Қазіргі уақытта көп адамдар жаңағыдай ауруларына хронический, мысалы медицинада экзема, эпилепсия, псориаз, әртүрлі қант диабеті, давление деген хронический аурулар неизлечимый деп медицинада ол доказано. Ал бірақ осы нано-бальзамдарды қолданып, әртүрлі сол аурулардан тіпті адамдар айығып жатыр. Тіпті мысалы онкологиялық аурулар ол адамды емделмейтін ауру, раковый аурулар. Бірақ ол негізінде емделеді екен. Оның бәрі мына біздің клеткамызға байланысты. Біздің клеткамыз сау болса, ағзамыз да сау болады екен. Ол біздің клеткамыз қайтадан қалыпқа келе алады екен. Ол қалыпқа келу үшін не керек? Біздің ағзамызға витаминдер, макро-микроэлементтер, то есть клетканың азығы керек. Клетка азығын алды, ол сау клеткаға айналады. Өлі клеткалар кетеді, орнына сау клеткалар келеді. Сау клетка болса ағза не істейді? Ағзада сау болады, аурулардан айығасыз. Міне, продукты осылай жұмыс жасайды. Енді сіздерге қолдану жолдарын айта кетейін. Қолдану жолы жалпы ересектерге таңға ас алдында 30 минут бұрын ішу керек, жай жарты шай қасықтан ішу керек. Оны сумен де араластырып ішуге болады, бірақ тілдің астына құйып кішкене 30-40 секунд ұстап тұрып, ары қарай сумен ішсеңіз де болады. Себебі, егерде не үшін тілдің астына? Себебі тілдің астына бізде күре тамыр бар. Сол себептен тілдің астына қоятын болсаңыз, қанға дереу енеді. Қанға дереу енгеннен кейін нәтижесі де көп күттірмейді, әсерінде тезірек байқайсыз. Ал сіз ішетін болсаңыз, асқазаныңызға түседі, асқазаннан кейін тоқшекке түседі, тоқшектен кейін барып сіңіріледі. Сол себептен тілдің астына эффектісі тезірек болады. Мінекей 3 жасқа дейінгі, сосын тағы бір айта кететін жайт, күніне 2 литр су міндетті түрде ішу керек. Неге? Себебі біздің клеткамызға су керек. Біздің ағзамыз 80% судан тұратындықтан сумен бұл продукты жұмыс жасайды.
яғни сумен біздің ағзамыздан зиянды нәрселердің бәрі шығарылады. Мінекей, сол суды ішуді ұмытпаңыздар. 3 жасқа дейінгі балдарға да таңғы ас алдында 30 минут бұрын жарты шай қасықтан ішуге болады. 3 жастан асқан балаларға таңғы ас бір чайный ложкадан ішу керек. Ал ауыратын адамдарға дозасын бірте-бірте көбейтіп ішсе де болады. Яғни күнде 1 реттен кейін 2 рет, 3 ретке дейін бастап ішсе болады. Енді жалпы енді өздеріңізге осы нано бальзам ұнап, өздеріңізде әртүрлі мысалы ағзаларыңызда сыр беріп жатқан болса, осы нано бальзамды өздеріңіз алып қолданып көргілеріңіз келсе, онда компанияға тіркеліп жаңағыдай өздеріңіз өнімдеріңізді алғыларыңыз келсе, менің номеріме хабарлассаңыздар болады. Мына экранда көрініп тұрғандай, осы номерлерге WhatsApp желісіне шығып немесе қоңырау шалып, менімен байланысқа шықсаңыздар болады. Мен сіздерге әрдайым қалай қолдану керек екенін, қалай не қылу керек, толық ақпаратты беретін боламын. Және де табыс табу мүмкіндігін де сіздерге айтатын боламын. Сіздермен болған Тасболатова Ақмарал. Осы менің видеом ұнаса тағы да менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.